Саба шерифиңіз хайырлы олсын. Февральның 27-сі атырының эфиріні заман информацион программасы девам ете. Студияда Мавилия Мухтарова. Чалышам. 2014 сенесінің февраль әдеселеріні айтар екен Масайның 27-сі ярамада тарихыны деңіштіргеніні хатырлаймыз. Февральның 27-сіне кечер кечесі саба саат 4-5-лерде Ақмежеттегі Назерлер шурасы ве Қырым юхары шурасына арбей урбада селялы инсанлар кырды. Биналарға Русия байрақлары асылды. Ақмежеттің меркезі сары палынғаныда нақлият жоқ, бақ, авалиманлары күтлеви хабер васталары запт етілді. Ойледен соң парламент бинасына Қырым депутатларына келмеге мечбур еттілер. Топлашуда үкімет рейсі Анатолий Могилев истифаға жолын алды. Оның еріне Серус бірлігі лидері Сергей Аксенов қанунсыз бір шекелде тайын етілді. Референдум кечірілмесіне рей берілді. Эснасына селялы инсанлар тұрып көзетейді. Здания Верховного Совета Крыма и Совмина Крыма были захвачены неизвестно. Мои переговоры с ними ни к чему не привели. Находящиеся там люди сказали о том, что они не уполномочены вести переговоры. Когда мы пришли, уже перед Верховной Радой стояли баррикады из деревянных поддонов, из мусорных баков, кого не пускали. Так же, как обычно, как всегда, ходили. Верховный Совет Крыма прошли члены Президиума Верховного Совета Крыма для обсуждения ситуации. Все те, кто туда пойдет, они не просто идут на сговор с террористами, они добровольно принимают решение для того, чтобы принимать решения под дулом автоматов. Всем спасибо за работу и поддержку. Честь имею. Ойдырылған февраль 26 давасынында бір махкемесі бүгін олажақ. Ақмежеттің Ишғалжи меркези район махкемесінің отырышы саат 15-те башламалы. Кешкен афта қадылар весиқаларыны текрар бақмаға башлады. Адвокатлары мен кемабюслерінің қабатыны избатлажақ делиллер жоқ. Мустафа Дегерменчи, Али Асанов, Арсен Юнусов, Искендер Кансимиров, Искендер Мирвалиев 4 елі верса. Қырым юхары шурасының бинасы огынде олған қалабалықларда иштирак етмесінде қабатлана. Ол күні 10 бинге яқын Қырым татары митинге шығып, Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтқаныда. Ал азырда Али Асанов ве Мустафа Дегерменчи евапсынде бұлына. Бұндан евелесе аман-аман 2 ел СИЗОда тұтылғаныда. Ишғал етілген Қырымда яшап, басқа алтында олған инсанларнен бірдемлік акциясы Киевде өткерілді. Мұстаққылық мейданында суға бақмадан 150-ден зейді инсан топлашты. Оларның чоқысы ярамада ишғалінден соң Киевге көчкен Қырымлылардыр. Инсанларының қолларында Украина ве Қырым татар байрақлары ве ишғалжа кемиетті қып еткен инсанларының фото ресімлері барады. Бүтін сәйси мобюслерінің адлары бірер айтылды. Митинг вақтында резолюция қабыл етілді. Весиха халқара топлылықны Русияге қаршы басқы құветлештірмесіне шақыра. Украина кемиетінден ісе Қырым татар милли территориаль мұқтариетінің құрылмасыны тезлештірмесі талап етілді.
Люди говорили про Крим, тих людей, які продовжують спротив і опір окупантам Криму. Люди говорили про повернення. Ніхто не вибачить Росії захоплення Криму. Більш того, ніхто не зупиниться, поки Крим не буде повернуто. Я прийшов сюди, тому що ці хлопці, яких я тримаю в руках фотографії, це якби мої земляки. Прийшов їх підтримати, так сказати, і нагадати людям, що є герої, які зараз по тюрмам там у Кацапів сидять. Шымдылек бұл соңғы хабарамыздар эфирна саба яйыны девам ете, атайрелі олыңыз.